Сәлеметсіңдер ме? Қазақ тіл сабағын бастаймыз. 5-ші сабақ. Сабағымыздың тақырыбы ана тілім ардағым, сөйлеу мәдениеті. Сабақ мақсаты белгілі бір тақырып аясында әңгімелесуге, сөйлемдерді дұрыс құрауға, мәдениетті сөйлеуге үйренемін. 20-ші жаттығу ана тілі дегенді қалай түсінесің? Сұрағына өздерің сияқты балалардың берген жауаптарын оқып көрейік. Сабыр. Менің ойымша, ана тілін білу адамның ең үлкен парызы. Себебі адам тілсіз ешкіммен араласа алмайды. Тіл болмаса олар бірін-бірі түсіне алмас еді. Ана тілі адамның бойына ана сүтімен бірге енеді. Ана әлдейі арқылы тіл үйренеміз. Сондықтан оны ана тілі деп атаған. Тілді де өз анаң секілді құрметтеу керек. Күләш, мен ана тілі дегенді анандай қымбат, асыл дүние деп түсінемін. Сол себепті ана тілімізді құрметтеуіміз керек. Ерлан, менің ана тілім қазақ тілі. Қазақ халқы өте батыр, жауынгер халық. Ата-бабаларымыз жаудан елі мен жерін қорғады. Қазақ елі өз тілінің жойылмауы үшін де күресті. Сондықтан тілді дұрыс түсініп, әр адам өз тілінде жақсы сөйлеуі үшін кітапты көп оқу керек. Сымбат. Біз дүниеге келгеннен бастап, анамыздың балапаным, ботақаным, айналайын деген сөздерін естіп келеміз. Сол себепті бұл қасиетті тілді ана тілі деп атап, оны бәрінен бұрын үйреніп, бәрінен бұрын білетін боламыз. Қай құш баланың жауабы сіздерге көбірек ұнады, себебін дәлелде. Сен де өз жауабыңды жазбаша білдір. Ана тілі. Біздің туған тіліміз ана тіліміз қазақ тілі. Біз ана тілімізде сөйлейміз, оқимыз, жазамыз, білім аламыз. Әр ұлттың өз туған ана тілі болады. Ана тілі бізге анамыздың ақ сүтімен тараған. Барлық адам түрлі тілде білсе де, өз тілін құрметтеуі, қастерлеуі керек. Біз осындай тілімізбен мақтанамыз. 21-ші жаттығу оқы. Ана тіліңді құрметте. Екі оқушы таласып қалды. Біреуі бұл сөйлем хабар десе, екіншісі лепті сөйлем дейді. Оқушылардың арасында қандай диалог болуы мүмкін? Кімдікі дұрыс деп ойлайсың? Қасындағы парталасымен диалогке түс, бұл тапсырманы сыныптастарың қалай орындады бағала. Ана тіліңді құрметте, бұл леп сөйлем деді Дина. Жоқ, бұл хабарлы сөйлемге жатады деп келіспеушілігін білдірді Айна. Неліктен бұлай ойлайсың? Қане түсіндіріп берші деп өтінді Айна. Себебі лепті сөйлемнің соңын леп белгісі қойылады деп өзінің түсінгенімен бөлісті Дина. 22-ші жаттығу оқып, диалогты жатқа жаз. Қырманнан дән арқалап келген тауық үйрекке айтты. Жем шоқыңыз, мархабат. Аш қалдық деп жаңа ғана қапыдайық. Бауырым, саған жемің үшін рахмет. Мұзафар Әлімбай. Өлең түріндегі диалогты апарталасымен рөлге бөліп оқы, басқа оқушылармен жарысқа түсіңдер. Қай жұп мәнері оқыды? Жем шоқыңыз, мархабат. Аш қалдық деп жаңа ғана қапыдайық. Бауырым, саған жемің үшін рахмет. Шығармашылық үзіліс. 23-ші жаттығу. Келесі беттегі диаграммада оқушылардың неше сөйлеу көрсеткіші берілген. Дұрыс әсерлі сөйлеу үшін оларға қандай кеңес беріледі? Көк түстегі 8 тез түсініксіз, 12 әсерлі түсінікті, 5 ойы шашыраңқы түсініксіз. Диаграммада оқушылардың 3 сөйлеу көрсеткіші берілген. Оқушыларға дұрыс әсерлі сөйлеу үшін асықпай ойын жинақтап түсінік етіп айтуға кеңес берер едім. 24-ші жаттығу. Өз сөйлеу деңгейіңді бағалап көр. Белгілі бір тақырыпты сөйлеу үшін алдын ала дайындаласың ба? Иә. Сөйлеуге дайындалғанда жоспар құрасың ба? Кейде. Не сөйлейтінді жоспарға сәйкес реттейсің бе? Кейде. Сөйлегенде ойыңды дұрыс жеткізе аласың ба? Иә. Ойыңды нақтылай түсетін қыстырма сөздермен мақал-мәтелді қолданасың ба? Иә. Сөйлегенде дыбыс үндестігін сақтайсың ба? Кейде. Сөйлегенде сыпайы сөздерді пайдаланасың ба? Иә. Иә жауабына 2 ұпай, кейде жауабына 1 ұпай, жоқ жауабына 0 ұпай. Егер 10-нан 14 ұпайға дейін жинаған, сен дұрыс әрі әсерлі сөйлей алады екенсің. Егер 6-дан 9 ұпайға дейін жинасаң, сен әлі жеткілікті мөлшерде дұрыс сөйлей алмайды екенсің. Егер 6-дан төмен ұпай жинасаң, дұрыс сөйлеуге ұмтылуың керек. Балалар осы сөйлеуден кейін оқып
белгілеп барлығын қосып бізде жауаптармен салыстырып көрейік. Өзіміздің сөйлеу деңгейімізді салыстырып көрейік. Балалар, сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.